Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен Аяла тәттілері. Бүгін осындай балалардың сүйіп жейтін барни печеньесін жасаймыз. Дәл осы рецептпен жасауға кеңес беремін, себебі өте жұмсақ, бір жасағаннан өте жақсы шығады. Ең алдымен бізге таза ыдысымызға 2 жұмыртқамызды салып, үстіне қантымызды салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Біздің жұмыртқалы массамыз осылай 2-3 есеге көтерілу қажет. Үстіне комнатный температурадағы қаймағымызды саламыз. Қаймағымыздың пайызы 15%-дан 20%-дан жоғары болу қажет. Үстіне сұйық майымызды саламыз. Және ұнымызды міндетті түрде електен өткіземіз. Үстіне разрыхлителімізді салып, жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Ешқандай түйіршіктер қалмау қажет. Достар, каналымда үнемі шығып отыратын оңай әрі ерекше рецептерді жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Міне достар, біздің массамыз дәл осылай қаймақ тәріздес болу қажет. Осы қамырымыздан 2-3 ас қасық алып қаламыз. Барнидің бізге көзін, құлағын жасауға қажет. 1 шай қасық какаомызды салып, жақсылап араластырамыз. Ешқандай түйіршіктер қалмау қажет. Дәл осы какао қосылған қамырымызды кондитерлік мешокқа салып аламыз. Достар, мен осындай форма қолдандым. Дәл видеодағыдай көзін, аузын, құлағын және қолдарын, аяқтарын осылай какао қосылған қамырымызды жағып аламыз. Сол кезде өте әдемі көрінеді біздің барниіміз. Және үстіне 1 ас қасықтан қамырымызды салып шығамыз. Өте қатты толтырып жемеңіздер, себебі үстіне вареный сгущенка саламыз. Дәл осылай жарты шай қасықтан салып шығасыздар. Бетін жарты ас қасық қамырымызды салып, қызып тұрған 180 градуста пісіріп аламыз. Міне достар, біздің барни печеньеміз дайын болды. Балалар өте сүйіп жақсы көреді осы печеньені. Бір жасағаннан өте жақсы шығады. Осы печеньенің құрамдарын описание бөліміне қалдырдым. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.